Саламатсыздар ма балалар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақ параграф 10. Су иесі Сүлеймен. Мәтінді оқып жоспар құрыңдар. Мәтіндегі суреттердің орнына қандай баталар қосар едіңдер? Су иесі Сүлеймен. Қазақ халқында үйге қонақ келгенде жас баланың қолына құман беріп, мойнына сүлгі асып, ас ішердің алдында қонақтардың қолына су құйғызатын дәстүрі бар. Аңыз бойынша бұл дәстүр Сүлеймен пайғамбардан қалған деседі. Дәуіт пайғамбар 30 ұлынан айырылған соң қайғыдан қан жұтады. Ұлың Алла оны жұбату үшін тағы бір ұл сыйлайды. Дәуіт ұлды болардың қарсаңында Жебірейіл періште хабар әкеледі. Әй Дәуіт, ұлық Алла бір ұл нәсіп етеді. Бірақ шарты сол, ол баланың қызығын 9 жыл ғана көресің. Осыған ризасың ба дейді. Дәуіт іште қынжылса да, не қылса да Жаппар емнің өміріне ризамын деп келседі. Көп ұзамай Дәуіт ұлды болып есімін Сүлеймен қояды. Дәуіт патша болғандықтан оның сарайына күн сайын жүздеген адам қонаққа келеді екен. Сол кезде 7 жасар Сүлейменді бір қолына құман, бір қолына сүлгі ұстатып, сарайдың алдына қызметке қояды. Бала күні бойы кірген шыққан қонақтардың қолына су құйып алғысын алады. Оның адал қызметіне риза болған қонақтар деп 99 тілек айтып бата береді екен. Сүлейменнің бұғанасы бекіп, қабырғасы қатайып, ойы да бойы да өсіп, азамат болып ер жетеді. Bir күні Дәуіт ұлы Аллаға: «Уа Алла, маған ұлыңның қызығын 9 ғана жыл көресің деп едің. Бұл не хикмет?» деп сұрайды. Ұлық Алла: «Рас айтасың, Сүлейменнің пешенесіне 9 жылдық ғұмыр жаздым. Бірақ зерек ұлың қонаққа қызмет етуден шаршамады. Ақсақалдардың батасын алуға құмар болды. Күн сайын адамдар оған шын жүректен алғыс жаудырып, батасын берді. Көптің алғысымен оның ғұмыр жасы ұзарды. Менің бір есімім халық. Халықтың тілегін қабыл етпеу ұлықтығыма сын болар еді. Бүгіннен бастап Сүлейменге 99 түрлі қасиет берем. Жердегі бүкіл тау тас аң құс 18 мың ғаламға патша қыламын». Содан бастап Сүлейменге дарымаған керемет қалмапты. Осыған орай Сүлейменде су құйған су иесі Сүлеймен деген сөздер ел арасында таралыпты. Қазір де қазақ халқы үйге қонаққа келгенде жас баласының қолына құман мен сүлгі ұстатып, үлкен кісілердің батасын алып деп су құйғызады. Бата менен ер көгерер, жаңбыр менен жер көгерер деген тәмсіл сөз Сүлеймен пайғамбардан қалған екен. Енді осы әңгімеге байланысты сұрақтарын оқиық. Су иесі Сүлеймен деген сөз неден қалған? Сүлейменнің ғұмыр жасының ұзаруы сендерге қандай ой салды? Бірінші тапсырма жоспары: су құю дәстүрі, Жебірейіл періштенің хабары, елдің батасын алуы, Сүлейменнің ер жетуі, Алламен сұхбат, су иесі Сүлеймен. Келесі бірінші тапсырма: бата: көп жаса, өркенің өссін, үлкен азамат бол, өмір жасың ұзақ болсын. Бірінші тапсырма: Сүлеймен бала кезінен сарайға кірген шыққан қонақтардың қолына су құйып, қызмет жасап, үлкендердің батасын алады. Көпшіліктің алғысын алған соң оның өмірі жасы ұзарып, Алланың қалауымен 99 түрлі қасиетке ие болады. Осыған орай су иесі Сүлеймен деген сөз ел арасында тараған. Адамдарға пайда келтіретін, сауабы мол ізгі істер атқарып, ол үшін алғыс пен бата алатын болсақ, тек жақсылық көретін боламыз. Ал ренжітіп біреудің қарғысына ұшырасақ, өмірімізде жағымсыз жағдайлар орын алуы мүмкін. Сондықтан барынша жақсылық жасауға тырысу керек. Екінші тапсырма: мәтіннен есімдіктерді табыңдар, қызметін анықтаңдар. Есімдіктер: бұл, оған, ол, оның, маған. Бұнда бұл деген сөз анықтауыш, оны толықтауыш, оған деген толықтауыш, сол баяндауыш, ол анықтауыш, осыған толықтауыш, оның анықтауыш, сол кезде пысықтауыш, маған толықтауыш, бұл бастауыш, не хикмет баяндауыш, менің анықтауыш, бүкіл анықтауыш, содан бастап пысықтауыш. Яғни осы сөздердің барлығы есімдік болып келеді екен. Үшінші тапсырма: оқылым мәтіні бойынша 4 сөйлем тәсілді арқылы жинақы мәтін жазыңдар. Бірінші пікір: мәтін бойынша өзіндік пікірлеріңді бір сөйлеммен жазыңдар. Дәлел: өз пікірлеріңді бір сөйлеммен дәлелдеңдер. Мысал: пікірлеріңді өмірмен байланыстырып мысал келтіріңдер. Қорытынды: тақырып бойынша қорытынды шығарыңдар. Бірінші пікір: егер қай амалыңды шын ниеттен бар ықыласыңмен жасасаң, сен күткен мен әлде қайда артық марапатқа, сый құрметке ие болуы мүмкін. Екінші дәлел: кімде-кім жақсылық жасаса, оған қайтарымы 10 есе беріледі деген жаратқанның уәдесі бар. Үшінші мысал: Сүлеймен пайғамбардың жақсылық жасауының арқасында өмір жасы ұзарып 99 түрлі қасиетке ие болды.
4-ші қорытынды адамның нәсіліне, ұлтына, түріне қарамай жақсылық жасау әр адамның рухани байлығы, адамгершілігінің деңгейі, көңіл көтерудің басты байлығы. 4-ші тапсырма су туралы мақал-мәтелдерді жинақтап, оларға түсініктеме беріңдер. Су ырыстың көзі, еңбек кірістің көзі, су бергеннің сауабы бар, су төккеннің жауабы бар. Судың жолын құм бөгер, ердің жолын сұм бөгер. Сыйласқанның суын іш, жылай-жылай арық қазсаң, күле-күле су ішерсің. 5-ші тапсырма. Екі тапсырманың бірін орындаңдар. Қазақстанда ауыз су мәселесі шешілген деген тақырыпта келісу, келіспеу себептеріңді көрсетіңдер, эссе жазыңдар. Инсарт әдісімен тіршілік көзі су туралы алған білімдеріңді қорытындылаңдар. Бұрыннан жаңа ақпарат менің ойлағаныма қайшы білгім келеді. Қазақстанда ауыз су мәселесі шешілген, бұл сөзбен келіспеймін. Қазіргі таңда ауыз су мәселесі шешу мақсатында бірнеше бағдарламалар жүзеге асып, әлі күнге дейін орындалуда. Алайда осыған қарамастан сумен қамтамасыз етілмеген елді мекендер саны жеткілікті. Жаз бойы көрші ауылдардан су тасып дүкендерден бөтелкедегі суды сатып алып ішсе, қыста қар суын ертіп ішуге мәжбүр болып отыр. Бұған қоса су жеткізілген үйлердің құбырлары ескіріп, халық тот басқан лас суларды пайдалануда. Бұл мәселелер қолға алынып, халық жақын арада таза суға қол жеткізеді деген сенімдеміз. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Менің сабағыма тіркелгендеріңізге рахмет. Келесі сабақта кездескенше.